Abdurrahman ayının Sattir, İbrahim Sattir, Abdülgafar deyin ballar tuğan. İbrahim'den Orazımbet tuğan. Orazımbet'ten hazır bağırdı cevap deyin bala var. Sattir'den Abdülkadir, Abdüvala, Abdurrahman deyin üç bala. Sonra deyin Gülbahram, Oğal, Asiye deyin üç kız baban. Al endi keyin aşarçılık keldi. Aşarçılık kelgen кезде elдің bari jan sağalap ketdi. Sodan bizning жаңағы atamız, apamız elden çıkıp Kırgızda aytebir. Jan saqtauga jagday бар eкен. Gülbahram akam soyaqta turmushqa chiqqan. Sonu sağalap soyaqa barat. Aqsh deydin Kırgızga turmushqa chiqqan. Soğan barıp ketip baratqanda Abdurrahman, Abdurrahim, Abdurrasul deydin birewi ülkeni 11 жасар, ortançısı 8 жасар, kişi 6 жасар, 3 bala жүрүүгө жарамай Балпық сарайына өткізіп кетеді. Ол қажет. Балпық сарайы деген сол Таразы қаласының жанындағы кәдімгі жетім балалар сондай ашаршылықта бір алып сол әке шешесіз қалған балалардың бәрін жинаған дегдом екен. Сонымен кейін әйтеуір Қырғызға барғаннан кейін жағдайымыз жақсы болса, сендерді алып кетеміз деп жаңа 3 баланы тастап кетеді. Сөйтеді арғылай жаяу жалдылы әйтеуір қазан ошағын көтеріп Сөгеті дейтін жерге барады. Қазіргі Манас ауданының Сөгеті дейтін елді мекені. Сол жерге барып жаңағы барғаннан кейін жаңағы күйеу бала бір кішкене әйтеуір баспана тауып береді. Сол қырғыздарда ол кезде бидай айдайды екен. Сол бидайдың таң атпай тұрып суырып қалғанының сабанынан содан әйтеуір бір кесе дей ма, бір жарым кесе дей ма әйтеуір алып қырғыздардың жаңағы бригадтары көріп қойса қаңғыған қазақ деп қуады екен. Әйтеуір соған көрінбей барып жаңағы асты әкеп содан әсті әйтеуір дәм ғой сонымен кішкене жағдайлары жақсы бола бастайды. Содан бір күні бірлер 2 айма 3 айма өткеннен кейін енді ана балаларды әкелейік, жағдай бұяқты тәуір болды деп жаңаға қайтадан Абдубалы дейтін менің әкемді ол кезде сол кісі кішкене орысша да біледі екен. Соны Таразы қаласына келеді. Келсе жаңағы Балпық сарайының орнында дым жоқ, балалардың бәрі жоқ, адам жоқ. Сол жерде жүрген адамдардан сұрасақ, бұларды Шымкент жаққа көшіріп кеткен. Содан айдап қалада Сәтберген дейтін Сәттердің інісі тұрады. Ол кісі бұрыннан сол қалада жергілікті жерде жергілікті адам болып қалған, етік тігетін кәсібі бар. Сонымен жан сақтап отырған адам. Жаңағы Абдуррахман дейтін 11 жасар бала бұрын көрген сол үйді. Сол үйге қашып барады ғой. Қашып барып, артынан жаңағы ағасы барады Абдубалы. Алып, қайтадан жаңағы Қырғызға Сөгетіге келеді. Сөгетіге келіп, сол жерде қайтадан сол жан сақтап бидайын ағып, сол жерде 1-2 жыл тұрады. Тұрғаннан кейін елден хабар келеді. Ойбай мынау Талас жақта халықтың жағдайы бұрынғыдай емес жақсара бастапты. Соны естігеннен кейін жаңағы қой енді елге қайтайық, отанымызға барайық ауылға деп. Содан жаңағы Абдубалы дейтін бір баласын тастайды да қалғандары шұбырып елге келеді. Елге келсе кішкене бұрынғыдай емес халықтың беті жақсы болып қалыпты.
Sodan ne gerek? Abduvalı Kırgız'da sol yerde jüre verip, sitip jürüp, ol kişi sol Kırgız'ın Bakay deytiğin bir Kırgız'ın Kariye'nin kızına aşık bolup kaladı. Sitette жаңағы onu Kırgızlar bilip koyuyordu. Atan göre Kazakka biz kız vermeyimiz deyip sol yerden şatak çıkardı. Sonra sol yerde жаңағы Akış deytiğin jezdiyemiz solardı basıp sol gözde meni öskan sol Kırgızda dünyaya gelen söyledi. Zaten bir güne koyandı. Bu yerde jüre verim bulmaz. Kırgızların türü mınav. Endi iyesin var da yiyelim tap. Sitip kırkından çıkkandan keyin meni kötörüp жаңағы Ajar deytin şeşemdi yertip jayav jaltılap elge keletdi. Elge kelgenden keyin bir yıldan keyin soğus bastaladı. Soğus bastalagandan keyin Aldımanın жаңағы 39 жылы Abdurrahman deytin жаңағы әнесі кетеді армияға. Finlandiya'nın soğusuna katılsa da o kişi сөйтіп елге қайтам деп жүргенде Германияның соғысы басталып кетеді. Сонымен ол кісі сояқта атты әскерде қалып кетеді. Сонан кейін жаңағы бұяқтан елден үлкен ағасы Әбдіқадырды шақырады армияға. Соғыстың қызып атқан кезі сөйтеді ол кісі армияға барып 3 айдан кейін қолынан жарақаттанып елге қайтады. Сол екі ортада жаңағы Әбдіуәлінді алып кетеді. Ең соғыста ең соңғы қаты Күйбішевте пулеметтің оқуын оқып отырмыз. Апа ертең Сталинградты қорғауға шығамыз. Ақсұтыңды кештеген соңғы қаты келеді. Содан не керек? Содан хат жоқ, хабар жоқ. Жаңағы Әбдіқадыр әкеміз 3 айдан кейін келді. Соғысты аяқтап Әбдірахман ағамыз келді. Сонымен колхоздың соғыстан кейінгі науқанында қызып жүріп жатқан кезі жаңағы Әбдіқадыр көкемізді колхоздың сиыр фермесі қойыпты. Атамыз сәттерді сиыр шығып қойыпты. Соғысқа дейін емтісті трактордың оқуын оқып, трактордың мамандығын алған Әбдірахман келгеннен кейін жиенбет емтісіне Төлеков Шәкизада марқұм бригад қып қояды. Сен бұрын істегенсің, қазір адам жетіспейді деп. Сонымен сол кісі 3 колхозға трактордың бригадирі болған. Ол кезде майда колхоз бір МТС-ға бір ауданға 48 колхоз қарайтын. Соның 3 колхозына бригад болып ынтымақ Амангелді Чкалов дейтін 3 бөлімшеге трактор бригада болады. 46 жылы жаңағы МТС-та бригадир болып 3 колхозға жүргенде жаңағы Бойдақ Әбдірахман көкем сол жерде біреудің қызын атқа мінгестіріп алып қашып келеді. Сөйтіп ол кісі тұрмыс құрып, өзінше семья болып, кейін балалы шағалы болып, соғыс ардагері болып, 79 жасында қайтыс болды. Ал енді менің өзім сол кішкентайымнан еңбекке араластым. 57 жылдан бастап сол жаңағы аға трактор айдаса соның присебіне отырдым. Шөбірақтың машинканың үстіне отырдым.
Сөйтіп жұмысты 57 жылдан 17 жасымнан бастадым. Сөйтіп жүріп 58 жылы онды бітіріп Таразы қаласындағы автошколды оқып, бір жыл ауылда машина айдап, содан армияға кетіп, армияда 3 жыл жүріп, қайтып келіп. Қайда болдың? Ең алдында Түркменстанның Шаржау дейтін қаласында болдық.